Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Амангүл Жұмабекқызы. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын пюрез котлетім тағамын дайындайтын боламыз. Пюремізді дайындауға картоп, тұз және подливамызға пияз бен сәбіз қажет болады. Ең алдымен кастрөлімізге салқын су құйып, үстіне тұз салып дайындап аламыз. Және картоптарымызды дәл осылай жіңішкелеп турап шығамыз. Турап алған картоптарымызды кастрөлімізге салып, отқа қойып, қайнатып пісіріп аламыз. Картопымыз пісіп қалғанда енді подливамызды дайындай бастаймыз. Пиязымызды дәл осылай жіңішкелеп турап, сәбізімізді үккіштен өткізіп аламыз. Картопымыз піскеннен кейін үстіне ыстықтай сары майымызды салып, сүтімізді құйып, жақсылап езіп аламыз. Осы кезде дәміне қарай тұзын да саламыз. Міне біздің пюреміз дайын болды. Енді подливамызды дайындауға кірісеміз. Ең алдымен табамызға май құйып қыздырып аламыз. Кейін қызған табамыздың үстіне пиязымызды салып пісіріп аламыз. Пиязымыз орташа түрде піскеннен кейін үстіне сәбізімізді салып, бұны да пісіріп аламыз. Подливамыз дайын болды. Достар, пюремізге қалаған котлеттеріңізді пісірсеңіздер болады. Мен макаронды котлет пісірдім. Осы макаронды котлеттің жасалу жолын осы видеоның астында сілтеме арқылы кіріп көре аласыздар. Міне біздің пюрез котлеттің тағамымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Амангүл Жұмабекқызы.